Университет кәсіподақ ұйымы мен дене және спорт дайындығы кафедрасының ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде денсаулық күні өтті. Шараның ашылу барысында спорт ардагері Жақып Қалқаман Хасенұлы сөз сөйлеп, көпшілікке ағалық тілегін білдірді. Университеттегі қалыптасқан дәстүр бойынша күздігінгі кезекті жеңіл атлетикадан кросс өтіп жатыр. Бұл кроссымыз мынау денсаулық күніне арналған. Көптеген студент жастар, мұғалімдер және университетіміздің қызметкерлері осындай үлкен жүгірістің үстінде. Біздің бабаларымыздан қалған сөз бар. Ең бірінші байлық денсаулық деп. Мінекей сол денсаулықтың кепілі болатын, дене шынықтырумен айналысатын, спортпен айналысатын, соған бір ықпал ететін осындай іс-шаралар бұл өте құптайтын нәрсе. Ауа райының салқындығына қарамастан сайысқа жоғарғы оқу орнының 350-ден астам ұстаздар мен студенттері белсене атсалысты. Жылда қатысам осындай іс-шараға. Университет жылда болады. Сол өткен жылда осы жылы бірінші орын алдым. Нәтижесінде 40 жастан жоғарғы әйелдер арасындағы сайыста экономикалық факультетінің ұстазы Қарлығаш Абдықалықова бірінші келсе, ерлер арасында Фатет Төлеубаевты ешкімге дес бермеді. Гуманитарлық әлеуметтік факультетінің ұстаздары Әсем Беркенбаева және Раслан Жүсупов 40 жастан төменгі жүгірісте бірінші орынды иеленді. Іс-шара барысында студенттерде белсенділік танытты. Құқық факультетінің 3-ші курс студенті Қамажай Бермағамбетова мен агробиологиялық факультетінің 3-ші курс студенті Алмас Құсайынов мадақтау қағаздар мен марапатталды.